Додо пиццадан 3 пиццаны небәрі 1000 теңге сатып алуға болады. Немесе Зараның киімдерін және Золотой яблоканың сыйлыққа толы қорабын тегін алыңыз. Осыны жарнамаларды көрген шығарсыз. Бұл алаяқтардың жазбасы. Алданып қалмас үшін видеоны көп адамға бөлісіңіз, арнаға тіркеліп лайк баса салыңыз, әрі қарай бірге талдайық. Алдымен адамдар көп алданатын тегін деген сөзге тоқталайық. Алаяқтар тегін сөзін жиі пайдаланады. Зараның тегін киімдері, Кока-коланың тегін сусындар сияқты жарнамаларға бірден сенбеңіз. Жазбаны мұқият оқып шығыңыз. Сондай-ақ қаскүнемдер жиі қолданатын амал қымбат тауарларды өте арзан бағада ұсыну. Көбінесе олар тауарды небәрі 1000 теңгеге жарнамалап, сіздің банк деректеріңізді қолды қылады. Сондай-ақ әлеуметтік желілерде жоғалған шабадандар топтамадағы ескі киімдер немесе басқа да тегін таратылады деген хабарландыруларды көп кездеседі. Бұл тауардың тегін берілуі туралы жалған акция болуы мүмкін. Осындай ұсыныстарға сақ болыңыз. Күмән туғызса сатушыны тексеріңіз және жеке деректеріңізді ешкімге бермеңіз. Алаяқтардың қолданатын кезекті әдісі сауалнама мен акцияға байланысты. Мұндай алаяқтықтың негізгі мақсаты адамды күмәнді сайтқа кіргізіп, өзінің жеке деректерін қалдыруға итермелеу. Осыдан кейін онымен жалған мамандар байланысып, барын салып, жоқ акцияларға ақша салуға көндіруге тырысады. Желілердегі алаяқтықтар тек тауар жарнамалаумен айналысады деп айту қиын. Қаскүнемдер сондай-ақ қызмет көрсету саласында да алаяқтық жарнамалар шығарады. Мәселен, біз жақында Европа азаматтығы туралы алаяқтардың жазбасын әшкерелеген едік. Сонда ресми дүкендер мен алаяқтардың жарнамасын қалай ажыратамыз? Осыған тоқталайық. Алдымен жарнаманы жариялаған парақшаға мән беру керек. Әдетте алаяқтар ресми дүкеннің атауына ұқсайтын немесе мүлде өзге жеке тұлғаның есімін қолданады. Сондай-ақ қаскүнемдер алаяқтық үшін парақша ашатынын ескерсек, онда жазылушы мен лайк басқандар саны мүлде аз болады. Екінші мән беру керек фактор бұл жалған сайттар. Алаяқтар жалған сайттарға сілтеме қалдырады. Онда өтсеңіз сауалнама толтырасыз, кейін банк картаңызды тіркеуді сұрайды. Осылайша шоттағы ақшаны шешіп алады. Сондай-ақ мұндай жазбаларда фейк адамның атынан позитив пікір мен интернеттен алынған суреттер қолданылады. Осындай алаяқтық жарнаманы байқасаңыз, дүкеннің ресми сайтын немесе әлеуметтік желісін қараңыз. Онда алаяқтық туралы ескерту жазылу керек. Қаскүнемдерге алданып қалмаңыз, абай болыңыз.